Сақ Шырақтың ерлігі. Өлеңді жазған және оқыған Роза Сұлтаналиева. Қазақтың аңыз әңгімелерінде жолсерік, жолбасшы жайлы аңыз көп. Солардың ең бір кереметі сақ дәуіріндегі шырақ жайлы. Газеттен. Сонау бір сақ дәуірі заманында сан рет ораныпты дала мұңға, сыртқы жау сахараға көзін тікті, сақтарды талқан етпек табанында. Парсылар кең далаға шүйлігеді, соғыс қып тұтқиылдан килігеді, сақтарды ойран етіп жерін жаулау Дарий бір патшасының бұйрық еді. Соғыстан көз ашпадау сор даламыз, қашанғы парсыларға қор боламыз, деп сақтың көсемдері дал болады, күш алған жаудан қалай қорғанамыз. Бұл бәрін ойландырған сұрақ болды. Сақтарға жауды жеңу мұрат болды. Сын шақта көсемге кеп ойын айтқан, мал бағып жүрген қойшы шырақ болды. Айтайын сақ көсемі тілегімді, ауыртты жаудың ісі жүрегімді. Туған жер, өскен ортам аман болсын, дұшпанға таптатпаспын ұл елімді. Осында маңдай терді төккен едім, ұрпағым өркен жайып көктеп едім. Көз тіккен, туған жерге көз алартқан, оларды ит етінен жек көремін. Күн түні ішін ендім ой қораның, жыланның бетін қалай қайтарамын. Аманат өздеріңе бала-шағам, жауды мен бір өзім-ақ тойтарамын. Деді де бата сұрап жолға аттанды, алдында қиын қыстау жол жатқанды. Даланың жақсы білген жай жапсарын, қорықпай жаяу қарсы қолға аттанды. Ел ұзап ауыл аймақ алыс қалды, кеудеге кекпен ыза намыс толды. Дұшпанға қарсы ойлап айлар әкет жол бойы ауыр оймен алысқанды. Жалғыз-ақ елден алыс шықты жырақ, жау жағы осал емес мықты бірақ. Бет-аузын тіліп қанын сорғалатып, алдынан парсылардың шықты шырақ. Қалың қол парсы әскері жолығады, өліммен беттескенін ол ұғады. Сақтардан қашып шыққан қашқын болып жауынан сауға сұрап жалынады. Парсымен соғыспайық берілейік, белгілі күшіміз аз жеңілейік. Мал басты аман сақтап жерді тастап, немесе кейін қарай шегінейік. Деп едім сақтар мені мазақ етті, көсемде әмір беріп жазал етті. Тілгілеп бет жүзімді ұрып соғып, күнімді күн етпеді, дозақ етті. Деп батыр жауға жақын аяңдады, басынан кешкен жайды баяндады. Сенімге ие болу бар мақсаты, сол үшін ештеңеден аянбады. Құтылдым, әзер қашып құса басым, ендешкім аяғымды тұсамасын. Сақтардан өшімді алам жолды бастап, сендерге көрсетем жауны санасын. Жеңілме қоя салу жанды беріп, жан жоқта ет алмайсың малды серік. Кек алам деп қан-қан боп сөйлегенде, шыраққа жау шынымен қалды сеніп. Жау жағы шешкендей өп бірдеңені болар деп, бұл бейбақтың бір керегі, әзірге жол көрсетсін, кейінгісін көрерміз деп мысқылдап күлген еді. Аңғармай келген ерді бәрін ойлап, бейшара тұр деді олар жанын ойлап. Сақ шырақ сенген жауға жол бастады, сездірмей тұрса дәштей қаны қайнап. Дарий да қолбасы да иланады, сапарға әрі қарай жиналады. Жол жүріп бірнеше күн шөл далада, таусылып азық суы
қиналады. Батыс пен шығыс қайда? Бәрі тұман, белгісіз алда не тұр? Тағы күмән, жау жағы ұзақ жолдан арып ашып, қара үзіп, бара жатты бағытынан. Талай жер талай белес қырдасады, қалжырап, келеді әжер жау жасағы, қарайлап қайта-қайта жол басшыға өзара күңкілдесіп дауласады. Қолбасы мұны көріп секемденді, жол тапса әттең кері кетер меді, әйтеуір шыбын жаны аман болып, есен сау өз еліне жетер меді. Қауіп қып, сұм патшада әлденені, шыраққа жол көрсет деп төнгенеді. Дұшпанның тамшы суға зәру болып, қиналып мәлім еді шөлдегені. Шырақ та сезді енді жаңылмасын, даланың жетік білген сайын тасын, ниеті парсы әскерін шөлге қамап, күйрету еді жаудың қабырғасын. Сол кезде шырақ жауға айтады сыр, соғыста амалыңды пайдаға сыр, сендерді адастыру бар мақсатым, дегенде дұшпан болды айран асыр. Солай деп батыл сөйлеп шырақ тұрды, абдырап жау әскері құлақ түрді. Жол бастап жапан дүзге жалғыз өзі қулығын асырғанын бірақ білді. Жан жақтан анталаған дұшпан бөрі, әлі де қолда қару күш бар еді. Өңменнен көп найзамен түйреп алып, өлтірмек боп ортаға қысқан ерді. Масқара әскері бар қалың қолды, патшаның алданғаны мәлім болды. Қолбасы Ранасбатсым қаһарланып, шаппақ боп қылышына қолын салды. Жоспары іске асып ойындағы, сақ шырақ жеңгендігін пайымдады. Парситтің қылышына қарсы қарап, аждаһа ажалдан да тайынбады. Боларын дәл осылай есептегем, сендерді теңесем бе есекке мен? Бір өзім қолда тіпті қаруым жоқ, бәріңе тасатармем кесекпенен. Сенемін күндеріңнің біткеніне, жалауын өлім келіп тіткеніне. Ұлый бер жұртта қалған жетім иттей, осы сәт, осы менің күткенімде. Жүрмейді пенде өмірде құр жан үшін, ата жұрт маған қымбат, ұлт намысым. Жеңіске жетті деген осы шығар, ерлік қой, жауды жалғыз құртқан ісім. Ох, қазір менің қаным төгіледі, ал денем туған жерге көміледі. Бәрібір менде арман жоқ, ал сендердің ит пен құс сүйегіңді кеміреді. Сөзіме шөл қысқанда сенесіңдер, төрт жағың бет бақтала көресіңдер. Жеріме көз тігіп басқыншы жау, бәріңде жол таба алмай өлесіңдер. Дегенде шырақ даусы саңқылдады, жасын от жанарында жарқылдады. Теңселді қоршап тұрған парсы әскері, сезілді бар амалдың сарқылғаны. Дұшпанды жаңылдырып ұранынан, қорықпай тұрды ол өлім сынағынан. Ранасбат тұра ұмтылды қас батырға, қылышын суырып ап қынабынан. Ер шырақ елін сүйген асыл сақты, қолбасы жынданып кеп басын шапты. Бәрібір жолды таппай қырылды жау, шөл дала өліктен қан сасып жатты. Керек-ау дүниемен малды жию, қастерлі өз отанын мәңгі сүю. Білгенге елді жерді сүю аз ғой, ерлік қой керек кезде жанды қию.
Сақ шырақ қаһарман ер ардақты адам, қанымен өз отанын қорғап қалған, тұрғанда ел жұрт аман бауыр бүтін, мәңгілік ер есімі ардақталған. Шешен тіл басынан сөз асырмаған, ерлер көп дұшпанына бас ұрмаған, сақтардың заманында болған дейтін, аңыз бұл бізге жеткен ғасырлардан. Сонау бір сақ тәуірі заманында сан рет ораныпты дала мұңға, жол серік жолбас желге жол көрсетер соғыста ай мен күннің аманында. Бейбіт күн болса көкте күн күледі, даланың жайқалады, қырдың өңі, өз жерін ұлтарақтай жауға бермес, ерлерсіз не болар ед кім біледі. Кез келсе өлімнен де тартынбаған, ерлермен жерім даман, халқым даман. Мың өліп мың тірілген еледік біз, жүректе рухы биік жарқылдаған, солмасын тіршіліктің тал құрағы. Ерлік іс өшпес ізін қалдырады, шырақтай батырлардың атасқақтап, қазақтың даласында жаңғырады.